Мәдениеті дамыған елдердегі жастар 21 жасқа толғаннан кейін онлайн ойындарын ойнауға 10.000 сағат жұмсайды. Шын мәнінде 10.000 сағат екі себеп бойынша қызықты сан. Ең алдымен ақш-тағы балалар үшін 10.080 сағат, егер мүлдем сабақтан қалмаса, 5 пен 12 сынып аралығындағы мектепте өткізетін уақыты. Сондықтан да бізде жастардың мектептегі басқа да пәндер сияқты бас алмай оқитын жақсы геймер ретінде не істейтіндігі туралы хабар беретін тұтастай параллель білім беру курсы бар. Бәлкім іштеріңізде Малкольм Гладуэллдің «Бөгделер» атты кітабын оққан бар шығар. Егер оқысаңыздар, табыс теориясы, дәлірек айтқанда 10.000 сағаттың ережесі жазылған. Ол когнитивті ғылым саласында керемет зерттеулерге сүйенген. 21 жасқа қарай біз виртуоз боламыз. Өз ісімізде әлемдегі ең танымал адамдар жеткен шеберлік деңгейіне жетеміз. Қазіргі таңда жас адамдардың виртуозды геймерлердің тұтастай бір буыны бар. Геймерлер қай жағынан виртуоз болады деген орынды сұрақ туындайды. Егер осы мәселені анықтасақ, қолымызға іс жүзінде теңдессіз адамзат ресурстарын алар едік. Дүние жүзінде күніне кемінде 1 сағат онлайн ойын ойнайтын адамдар саны қаншама? Олардың бәрі виртуозды ойыншылар. Сол 500 миллион адам өз ісінің виртуоздары. Ал 10 жылдан кейін қатарымыз тағы да миллиард геймермен, өз ісінің мамандарымен толыға түспекші. Бұл жағын әлі білмесеңіздер, айтқанымның орындалатыны рас. Ойын индустриясы қуатты аз тұтатын, әдеттегі жоғары жылдамдықты ғаламтордың орнына сымсыз ұялы байланыспен жұмыс істейтін ойын консолилерін әзірлеп жатыр. Сондықтан да бүкіл әлемнің геймерлері, әсіресе Үндістан, Қытай, Бразилия геймерлері онлайн ойындарын ойнай алады. Келесі 10 жылда ойын индустриясы геймерлер саны миллиардтап көбейеді деген үмітте. Олардың жалпы саны 1,5 миллиардқа жетпекші. Бұл ойындар бізді қай жағына шебер етеді деп ойлана бастадым. Мен қорытындыға келген 4 пікірім мынадай. Біріншіден, табанды оптимизм. Иә, бұны өзіне өзі жасаған күшейтілген түрткі деп түсініңіз. Табанды оптимизм бұл тез арада әрекет етуге, табысқа жетелейтін негізгі үмітке сенімділікпен үйлескен кедергілерді жеңуге деген ықылас. Геймерлер әрдайым байқап көруге тұрарлық және оны тез арада істеу керек болатын эпикалық жеңістің мүмкін екендігіне дәйім сенеді. Геймерлер тығыз әлеуметтік құрылымды құрастыратын виртуоздар. Көптеген қызықты зерттеулерге сәйкес, бірігіп ойнағаннан кейін ол адамдар бізді толығымен жеңіп кетсе де, бізге көбірек ұнайды екен. Сенімділіктің негізі бірлескен ойында жатыр. Біз оларға сенеміз, өйткені олар уақыттарын бізбен бірге өткізеді. Белгілі бір ережелер бойынша ойнап, белгілі бір мақсаттарды бағалайды және ойында соңына дейін қалады. Демек, бірлесіп ойнау арасында да байланыс, сенімділік пен ынтымақтастық орнатады. Нәтижесінде біз мықты әлеуметтік байланыс орнатамыз. Туынды жасау қуанышы, бұл маған ұнайды. Warcraft әлемінің ойыншылары орташа алғанда аптасына 22 сағаттан жарты ставка сияқты жұмыс істейді екен. Өйткені ойын барысында бізді жайландырып немесе қарым-қатынасқа түсіріп қана қоятын емес, бізді барынша рахатқа батыратын қажырлы еңбек ретінде түйсінеміз. Адам үшін маңызды жұмыс атқару қаншалықты мүмкін болатындай етіп жетілгенбіз. Геймерлер дұрыс жұмыс істей алса болды, үнемі табанды еңбек етуге ықылас ауып тұрады. Эпикалық маңыздылыққа тоқталайық. Геймерлер әсер беретін міндеттерге қатысқанды жаны жақсы көреді. Адамзат пен ғаламшар ауқымының тарихы. Енді болашағымызға жол салатын аз-маз бөлшектер турасында. Википедияның әлемдегі ең үлкен энциклопедия екені мәлім. 80 мыңға жуық мақалалары бар, әлемдегі көлемі жағынан екінші үлкен энциклопедия. Бұл Warcraft әлемінің Википедиясы. Ай сайын оны 5 миллион адам қолданады екен. Олар әлемдегі кез келген энциклопедиядағы кез келген басқа тақырыпқа қарағанда ғаламтордан Warcraft әлемі туралы көбірек ақпарат жинаған. Олар эпикалық тарихты қалыптастыруда. Олар Warcraft әлемі туралы эпикалық ауқымдағы ақпараттық ресурс қалыптастыруда. Демек, бір нәрсеге келіп тірелген 4 керемет күш осылар. Геймерлер бұл тұла бойына үміт дарыған тұлғалар. Бұл жалғыз жүріп те әлемді өзгерте алатындарына сенімді адамдар. Ондағы бір қиындық, олар шынайы өмірде емес, виртуалды әлемді өзгертуге қабілетті екендеріне сенеді. Шешімін табуға тырысып жүрген мәселемнің бірі осы. Эдвард Кастранова есімді керемет экономист бар. Ол адамдардың виртуалды әлемге сонша уақыт, күш-жігер және ақша жұмсауға не итермелейтінін зерттеп жүр. Виртуалды әлем мен онлайн ойындардағы есептер қарапайым өмірден де көп екенін көріп жүрген куәгерлердің біріміз дейді. Ол экономист болғандықтан рационалдық тұрғысынан сөйлейді. Ол бұлай дейді. Мен ойындарды дайындаушымын, демек мен есірсоқ адамын. Алайда мұның да мәнісі бар дейді. Өйткені геймерлер шынайы өмірге қарағанда виртуалды әлемде көп нәрсеге қол жеткізеді. Кері байланысты жақсы сезініп, шынайы өмірге қарағанда ойындарда марапатқа ие адамдарша сезінеді.
Қазіргі таңда геймерлер үшін нақты әлемге қарағанда виртуалды әлемде көбірек уақыт жұмсау табиғи нәрсе дейді. Бұның қазірше рационалды екенін мен келісемін. Бірақ бұл тиімді жол емес екені шүбәсіз. Біз шынайы әлемді ойын әлеміне бір табан болса да жақындатып, оны өзгерте бастауымыз керек. Сонымен 2,5 мың жыл бұрын болған оқиғадан шабыт шақырамын. Бұл қойдың сүйегінен жасалған көне ойын сүйектері. Таңғажайып ойын бақылаушылары пайда болғанға дейін бізде қойдың сүйектері болатын. Олар адам құрастырған алғашқы ойын жабдықтары. Ежелгі грек тарихшысы Геродоттың еңбегін оқыған болсаңыздар, бәлкім бұл оқиғаны білетін де шығарсыздар. Бұл оқиға ойынды кім және не үшін ойлап тапқандығы туралы. Геродот ойындар атап айтқанда сүйек тастап ойнау Лидия корольдігінде аштық кезеңінде пайда болғанын айтқан. Ашаршылық қатты болғандықтан Лидияның королі адам айтқысыз нәрсе ойлап табу керек деген шешімге келді. Халық жапа шекті, халық шайқасты. Төтенше жағдайда болды. Олар төтенше шешімді қажет етті. Геродоттың пікірінше олар сүйек ойын ойлап тауып, корольдің саясатын кеңейте түскен. Бір күні бәрі бірге тамақ ішеді екен. Келесі күні бәрі ойын ойнауға тиіс. Ойын еліктіріп әкететін керемет қуанышқа бөлейтін әрекет болғандықтан, оларды сүйек тастау ойынның қызығына батып кететіні соншалық, қарнының ашқандығы естеріне шығып кетеді екен. Келесі күні тағы ойнап, оның келесі күні тамақ ішетін болған. Геродоттың айтуынша олар осылайша 18 жыл өмір сүріпті. Аштыққа төтеп беріп, күн ары ойнап, күн ары тамақ ішкен. Меніңше қазірде компьютерлік ойындарды осы мақсатта ойнайтын сияқтымыз. Біз шынайы әлемдегі мәселелерден бой тасалау үшін осы ойындарға барымызбен батып кетеміз. Қажетсіз нәрселерден бас тарту үшін, шынайы өмірде қанағаттандырмайтын нәрселерден бір сәтке болсын арылу үшін ойын ойнап, ойыннан керек нәрсеміздің бәрін аламыз. Бірақ мұны мен шектелуге болмайды. Бұл расында да әсер етеді. Геродоттың айтуынша 18 жылдан кейін де ашаршылық тоқтамаған. Сонда король сүйекті соңғы рет тастаймын деп ұйғарады. Бүкіл корольдікті теңдей етіп екіге бөлген. Сүйек тасталған және сол ойынның жеңімпаздары эпикалық тосын оқиғаларға жіберілуі тиіс болатын. Олар қолда бар қордың арқасында аман қалатын адамдарды тастап, өмір сүруге жаңа жер іздеу үшін Лидиядан кету керек болатын. Болашақта өсіп өркендеп гүлденетін өркениет табуды мақсат еткен. Оғаштау естіле ме? Бірақ жақында ДНК талдауы Рим империясын құруға әкеп соққан этрускилердің қаны ежелгі лидиялықтардың ДНК қанына ұқсас екенін көрсеткен. Нәтижесінде ғалымдар Геродоттың адам сенгізі тарихының шынында да өмірде болған бағамдады. Геологтар 20 жылға жуық уақыт созылған жаһандық күрт суынудың дәлелін, сол кездегі аштықтың себебін тапты. Бәлкім бұл адам сенгісіз жағдай шынында да болған шығар. Бәлкім олар ойын арқылы өз мәдениетін сақтап қалған шығар. 18 жыл бойы назар ойынға ауып, бәле жалын осылайша жеңген бұл халықтың шабыты мықты болды. Әрі ойыннан көп нәрсе түйді. Бұл олардың өркениетті сақтап қалуына мүмкіндік берді. Бізде осылай істей аламыз. Warcraft'ты 1994 жылдан бері ойнап келеміз. Бұл Warcraft әлемі серияларының шынайы уақыттағы алғашқы ойын стратегиясы болатын. 16 жыл бұрын болған. Олар сүйек тастап 18 жыл ойнаса, біз Warcraft'ты ойнап келе жатқанымызға 16 жыл болды. Біз өзіміздің жеке эпикалық ойындарымызға даярмыз дегім келеді. Ойынға бір аптада жұмсалатын 21 миллиард сағат дегенді осыдан алдым. Шынайы әлемнің мәселесін шешпес бұрын, тәулігіне 1 сағат ойын ойнауға келісетін халықты жинайықша. Қазір менен шынайы әлемдегі мәселелерді ойында қалай шешеміз деп сұрайын деп тұрсыздар. Болашақ институтындағы соңғы бірнеше жылдағы жұмысым осы тақырыпқа арналған. Мынау Пало-Альтодағы кеңсеміздегі плакат. Біздіңше болашаққа қалай қарайтынымызды көрсетіп тұр. Біздің болашақты болжағымыз келіп тұрған жоқ. Біз болашақты жасағымыз келеді. Жақсы сценарий ұсынғымыз келеді. Эпикалық жеңістерді көрсетіп, содан кейін адамдарға эпикалық жеңіске жету мүмкіндіктерін бергіміз келеді. Болашақта адамдарды эпикалық жеңіске жетелейтін мүмкіндік беру үшін құрастырған 3 ойынымды қысқаша көрсеткім келіп тұр. Сонымен, бұл мұнайсыз әлем. Бұл ойынды 2007 жылы құрастырдық. Бұл мұнай жеткіліксіз болған кезде аман қалуға тырысатын онлайн ойын. Мұнай тапшылығы ойдан шығарылған нәрсе. Егер де мұнай таусылса, қалай өмір сүрер едіңіз дегенге сізді сендіру үшін онлайн контентті жасауға барымызды салдық. Ойынға кіргенде тіркелесіз, қайда тұратыңызды айтасыз. Сонда біз сізге шынайы өмірде болып жатқан жаңалықтарды, мұнайдың нақты бағасын, азық-түліктерді жеткізу, тасымал, мектеп жұмыстары және тәртіпсіздік бойынша өзгерістерді көрсететін жаңалық арналарын береміз. Егер осы шындық болса, қалай өмір сүрер едіңіз? Соның шешімін табуға тура келеді. Осы жөнінде блогқа жазуыңызды, бұл жөнінде бейнені орналастырып, суретіңізді қоюды өтінеміз. Бұл ойынды 2007 жылы 1700 ойыншымен бірге бастағанбыз.
Біз оларды 3 жыл байқап көрдік. Бұл өзгертетін тәжірибе болғанын айтқым келеді. Ешкім әлем үшін жақсы болғандықтан немесе солай болуы шарт болғандықтан өзінің өмір сүру салтын өзгерткісі келмейді. Алайда оларды эпикалық тосын оқиғаларға батырып, бізде мұнай бітті десеңіз болғаны. Керемет оқиға және айтарлықтай қызықты оқиға. Мұны қалай жеңетініңізді көру үшін өзіңізді байқап көріңіз. Көптеген ойыншыларымыз осы ойынға ие болған дағдыларын сақтап қалған. Әлемді құтқаруға болады келесі ойында талабымызды жоғарылатып жібердік. Мұнай тапшылығынан басқа да күрделі мәселені көтердік. Болашақ институтындағы қондырма деген ойынды дайындап шығардық. Алғышарт ретінде суперкомпьютер адамзаттың бұл ғаламда өмір сүруіне небәрі 23 жыл қалды деп шығарды. Компьютерді жаһандық қырылу деп атадық. Әрине, мәліметі бар жүйе. Джерри Брукхаймердің фильміндегідей. Адамдардың онлайн режимге кіруін өтіндік. Арманыңды асқақтататын Джерри Брукхаймердің фильмдерін білетін шығарсыздар. Астронавт, ғалым, сотталып келген адам бар. Бұлардың бәрі әлемді құтқару үшін жұмыс істейді. Бірақ ойынымызда командада болатын 5 адамның орнына бәрі сол команданың құрамына енеді. Азық-түлік, денсаулық, қауіпсіздік үшін және әлеуметтік қорғаныс желісінің болашағы үшін болашақ жасау керек. 8000 адам ойынға 8 апта қатысты. Олар керемет 500 креативті шешім енгізді. Оны Google-дан Superstruct деп іздеп көрсеңіздер болады. Соңғы ойынымызды 3 наурыздан бастаймыз. Бұл ойынды бүкіл әлемдік банк институты мақұлдаған. Егер ойынды соңында дейін жеткізсеңіз, 2013 жылғы әлеуметтік инноватор ретінде бүкіл әлемдік банк институтының сертификатына ие боласыз. Оңтүстік Африка елдерінде университеттерін жұмыс істей отырып, оларды әлеуметтік инновациялық дағдыларды дамытуға шақырамыз. Біз комикстер ойлап таптық. Қоршаған ортаны түсіну, игерген білімді бөлу, елестету деген тапқырлық сияқты дағдыларды дамытудың жағымды жақтарын көрсеттік. Баршаларыңызды осы ойынға шақырғым келеді. Әсіресе дамытушы елдердегі жастарға, әлемді құтқару үшін өзінің жеке әлеуметтік ұйымшылдығын көрсету үшін бірлесіп пайдалануды көздейтіндерге жеткізулеріңізді өтінем. Ары қарай не болады деп ойлайсыздар деп сұрағым келіп тұр. Бізде осындай керемет геймерлер, болашақ іс-әрекетіміздің ойын прототиптері бар. Бірақ олар әлемді әрі құтқарған жоқ. Геймерлер шынайы әлемде жұмыс істеу үшін пайдалануымызға болатын адамзат ресурсы. Ал ойын дегеніміз өзгермелі өмірдің мықты табандығы екендігімен келісесіздер. Бізде бірдеңе жасау қуанышы, тығыз әлеуметтік құрылым жасау мүмкіндігі, табанды оптимизм мен эпикалық маңыздылыққа ие болу сияқты адам нанғысыз керемет күш бар. Бұл ғаламда тағы 100 жыл аман қалу үшін маңызды ойындарды ойнауды бірге бастаймыз деп үміттенем. Осы сияқты ойындарды жасау үшін маған қолдау көрсететін шығарсыздар деп ойлаймын. Келесі 10 жылда асыға күтудемін. Екі нәрсе білетінім рас, қалаған болашағымызда жасай аламыз және ойымыздағы кез келген ойынды ойнай аламыз. Рахмет.